Оя, дұрыс. Содан кейін екен ғой, көкем бейтіп жайлап көрсеп. Молодец деп атқан. Рахмет. Құда бала сізді отырған жоқ. Құда бала? Бізге видеоға түсіріп жүр. Осы кісіден сұрайтса бірдеңеміз бар. Осы кісі жауап береді, осы кісіден кінәлі болып қалады. Мен де кінәм жоқ. Бәрін жүріп кім не істеп жатыр бәрін. Ал кеттік кішіме. 20 жетті. Туғаннан да дүниеге еңгелағанда ал Құдашамен таныс болып андай екеуіңіз өлең айтасыздар. Плюс де ауыз жыбырлап тұрасыз де қуанышқа қарап айтып тұрсаңыз болады. Сізге Дастан ағамыз тойда салып жүрмін гүлден жеңеше. Бұл жанарларымызбен Дастан ағамызбен гүлден жеңешемізге бақыт тілейік. Ал аға жеңге мен арт жақта ана жерде боламын, бұйырса келемін. Билеп не істеп тұрсаңыздар болды, енді ортаны білесіздер ғой. Мә, ана екі апымды ғана. Бізге естіліп тұр, аға. Аға, бізге жақсы естіліп тұр. Сіз тілек айтып жіберіңіз. Енді қорытындылайын деп жатырық. Сіздің қуанышыңыз, бірақ енді қазіргі жағдайды түсінеміз ғой. Бір ауыз тілегіңізді мына құдаларыңыз естіп, сізге бұйырса құдалық болады, құрбалық болады. Аға, бұйырса. Шілдехана тойды тегін басқарып берем, аға. Ал, сонда естіп бады. Сонда естіп бады, аға, сонда естіп бады. Шүле, айтты. Құдалық мұңшылдық болсын дейді. Аударып атқанмын. Жұмысқа кетіп қалдым дейді. Мереба дейді кейін сонысы. Енді, осы Күтін бір жағынан Дастанның бір слабый жері бар, оны білем. Дастанның бірезі басушы оған көп тамақ бересің. Тамақпен алғасың, ол көреді соған көреді. Құдашаға айтқыза қоймады ма? Енді бұлай жасайық, рахмет, құда бала ризамын. Біздің айтты ғой, Дастанның слабый жерін тек тамақ бере берсең болды деп. Мені гүлден жеңешем құдағаны алтын сырған сол тамақ беріп атқанда қасына қуаныш құдасын шақырып алшы. Екеуін отырсыз берші.